Қайырлы күн, құрметті Ақтау қаласы тұрғындары және қала қонақтары. Әріптесім бастап тоқталып кетті, жалғастыруға рұқсат беріңіздер. Енді қазіргі таңда өңірімізге мен жалпылама басқармасынан тоқтала кетейін. Жалпы ауыз сумен қамту мәселесі тұрғындарымыздың өңірімізде ең өзекті мәселелердің бірі. Осы мәселені шешу жолында облысымызда, өңірімізде яғни бірнеше жобалар іске асырылып жатыр. Қазіргі таңда жақында ашылғандар да бар. Солар бойынша қысқаша мәлімет беріп кетуге рұқсат етіңіздер. Яғни бұл мәселені қазіргі таңда қалай шешеміз және осы шешу жолында қандай шаралар алынып жатқан жөнінде қысқаша тоқтала кетейін. Енді қазіргі таңда жаңа айтып отқандай, былтырғы жазғы маусымда 23 жылғы өңіріміз 150 мыңнан астам су тұтынса жазғы мезгілде, яғни осы жаз айларында. Биылғы таңдағы жоспар 210 мыңның, 200-дің үстінде 210 мыңның шамасында болады деп болжамдап отыр. Яғни бұл қазіргі таңдағы халықтың табиғи өсуіне байланысты және өңіріміздің туристік өңір болғандықтан кейін Ақтау қаласына және Ақтау қаласының айналасында агломерация тұрғын елді мекендерге туристердің, теңіз жағалауына туристердің келуіне байланысты қазіргі таңда ауыз суды пайдалану күрт өсіп отыр. Осыған байланысты қазіргі облысымызда нақты Ақтау қаласына қатысты жобаларға тоқталып кететін болсам, жақында өздеріңіз әлеуметтік желілерден көргендей, Сайын Шапағатов елді мекенінде қуаттылығы 4000 су тұтынатын зауыттың, яғни қондырғының іске асырылуын өздеріңіз куә болдыңыздар. Бұл зауыт яғни Сайын Шапағатов және Ақшұқыр елді мекендерін Түпқараған ауданының ауыз сумен қамтитын болады. Қазіргі таңда Сайын Шапағатов ауылы толықтай қамтылып, резервуарларына су жинап отыр. Қазіргі таңда осы аптаның ішінде Ақшұқырға қарай бұрын су желісінің болмауы себепті сол қазір насостарын қойып, осы бағытта су беру жұмыстарын КЖС мекемесі өзі ұйымдастырып жатыр. Осы мәселе шешілгеннен кейін, яғни қуаттылығын, осы зауыттың қуаттылығын қазіргі таңда 4000 беріп тұрса, тамыз айына шейін 6000-ға жеткізгіміз келіп отыр. Осы су көлеміне қол жеткізілгеннен кейін, осы елді мекендегі ауыз сумен қамту мәселесі толықтай шешіліп, яғни қазіргі Су-4-тен орталық су жинақтау торабынан қаладағы Ақшұқыр Сайын елді мекендеріне су жіберіліп тұрса, сол артылған суды қалаға, яғни Ақтау қаласына беруге және Мұнайлы ауданының елді мекендеріне, мысалға Басқұрбекке беруге мүмкіндік ашылады деген жоспарымыз бар. Келесі жобамыз қазіргі таңдағы іске асырылып жатқан ол Ақтау су тұщыту зауыты, яғни жеке инвестордың күшімен, өз күшімен салынып жатқан зауыт. Бұл зауыттың негізгі жалпы жобалық қуаттылығы 20 мың болса, биылғы жылы осы зауыттың қуаттылығын 9-10 мың кубқа, яғни текше метрге жеткізу бойынша сол жеке компания өз бар күш жігерін салып жатыр. Қазіргі таңдағы беріп тұрғаны 6000 метр куб су болса, осыны қазір дополнительно қондырғыларын әкеліп қойып, осы алдағы мерзімдерде тағы да 2000 кубқа күшейту шараларын алып жатыр. Яғни жалпы жобаның іске асу мерзімі 25 жыл. Осы уақытта да яғни Ақтау су тұщыту зауытынан өндірілген суда қала халқына берілетін болады. Яғни қазіргі таңда 6000 беріп отырса, соны қазіргі осы тамыз айына шейін тағы да дополнительно 2000-3000-ға көтеріп 9000-ға жеткізу қазіргі таңда өз жоспарымызда бар. Және ең тағы жобамыз бұл Маек мекемесіндегі 6000 текше метр су тұщытатын қондырғының іске асыру жобасы. Бұл жергілікті бюджетпен қаржыландырылып жасалып жатқан жоба. Қазіргі таңда барлық құрылыс монтаж жұмыстары яғни аяқталып, осы зауытты бүгінгі таңда, бүгінгі күні осы бүгін іске қосып жатырмыз. Бұл да дополнительный қазіргі таңда енді өндірістік қуатына енгенше дополнительный қалаға су көзімен қамтуға бізге мүмкіншілік беретін болады. Қазіргі таңда бұл енді, яғни бұл зауыт құйылыс кен орнынан келетін сумен
су тұщытылып халыққа берілетін болады. Осы жобаны іске асыру қазіргі таңда өз мәресіне жетіп, су тұщыту бүгінгі күні таңда басталды. Яғни осы қысқа мерзімде толық завод қуатына енгенше 2-3 мың кубқа шейін суды жеткізіп қалаға жөнелтетін боламыз. Және тағы бір ірі жобамыз қазіргі таңдағы өңірдегі іске асырылып жатқан президенттің тікелей бақылауындағы жоба, үлкен жоба, және мына Каспий су тұщыту зауытының өндірістік қуаттылығын 20 мыңнан 40 мыңға шейін көтеру жобасы. Қазіргі таңда толықтай қондырғылары міне бүгінгі күні осы шетелден келетін оборудованиені осы уақыттың тығыздығына, маусымның және мына жаз айының өте ысып кетуіне байланысты сол теңіз жолымен келетін қондырғыларды келіссөздер жүргізіліп, міне әуе қатынасымен бүгінгі таңда жеткізіліп, қазір бүгінгі күні міне заводқа әкелініп жатыр. Енді алдағы осы шілде айында сол қондырғыларды монтаждап, яғни іске қосу пусконаладочный жұмыстарын аяқтап, осы тамыз айының басына осы үлкен жобаны іске асыру өзіміздің жоспарымызда бар. Бұл жоба іске асырылғаннан кейін бұл Ақтау қаласына да және қасында іргелес орналасқан Мұнайлы ауданының елді мекендерінде қазіргі таңдағы қолданып отқан, тұтынып отқан 13-15 мың метр кубтың шамасында су болса, бұл 40 мың завод іске қосылғаннан кейін Мұнайлы ауданы, Қарақия ауданының құрық елді мекені, жылы жағажай теңіздегі базалық өндірістік мекемелер және осы Ақтау қаласы сумен қамтылатын болады. Қазіргі таңда биылғы жазғы маусымда осындай жобаларды іске асырғымыз келіп отыр. Яғни осы жобалар іске асырылғаннан кейін, манағы басында айтып кеткендей, қазіргі таңда мысалға Ақтау қаласында 20-25 мыңдай тәулігіне дефицит бар біздерде. Осы жобаларды жаңа айтып отқан іске асырылғаннан кейін осы суға деген қажеттілікті біздер жабамыз деген жоспарымыз бар. Жалпылама қысқаша енді биылғы іске асырылатын жобалар осындай. Рахмет.